Саясат деген соншалықты нәзік дүние, оның нәзіктігі масаның кіші дәреті сияқты дегендей. Рахмет, төраға мырза. Бұл ратификациялық құжатты екінші оқылымға депутат Айгүл Құспан сұнған кезде мен осы шұғыл мынандай тезис жаздым. Қолмен жазылған дүние. Біз осы жердегі сөзіміздің тренді қоғамға жеткізетін, өзіміздің әсіресе қара көздерге айтатын мәселе, біз жаңағы орыс тілді қолдауды емес, орыс тілі қоғамын құру жөніндегі мәселені қозғауымыз керек. Менің сөзім бірінші кезекте қазақ қоғамына арналады. Менің төменде айтылмақ сөзімді қоғам түсіністікпен қабылдайды ғой деп ойлаймын. Мынау сыртқы саясатқа байланысты тәмсіл бар. Саясат деген соншалықты нәзік дүние, оның нәзіктігі масаның кіші дәреті сияқты дегендей. Турасын айтқанда дәрет емес қой, енді басқа. Бұл ратификациялық заң жобасы орыс тілі мәселесінен бұрын елдің сыртқы саясатын күйттейтін құжат деп қабылдау керек. Мына құзырлы орган осы мәселемен айналысатын. Қоғамға мәймөңке сөз, құрғақ дидактика айту қажет емес. Ойбай, ана осындай қолдауымыз керек деген сөздің бәрі, оның бәрі өтпейді қоғамға. Біз қоғамға турасын айтуымыз. Мынау қазіргі теңселіп тұрған геосаяси жағдайда Қазақстан Республикасы президентінің сыртқы дипломатиялық саясаты тұрғысында түсіну керек бұны деген тұрғыда айтылу керек. Тезистің астында. Біз тілді қолдаймыз дегеніміз, ол ала-құла қоғам қабылдамайды. Бізде тілдің проблемасы жоқ Қазақстанда. Орыс тілінің. Қазақ тілінің проблемасы бар. Әрбір отбасынан, балалар бақшасынан бастап Ақордаға дейін біз орыстың тіліне зерекпіз. Қазақтың тілі емен есікті кеңселердің ішінде көп қолданылмайды. Сондықтан біз қоғамға ашығын айтуымыз керек. Бұл жерде біздің қазіргі геосаяси әлемдегі Қазақстанның жағдайын, біздің нейтрал саясатымызды, президент Тоқаевтың дипломатиялық саясаты осындай саяси инструменттерді пайдалануға бізде ықпал етіп отыр деген тұрғыдағы сөз контексті сезілу керек. Біз құр тіл дей бергеннен қоғамды біз ешқашан бұл тілге иіп келтіре алмаймыз. Сондықтан мен уәкілетті органдардан сұрайтыным, ертең қоғам тарапынан артыс-тартыс болған кезде ақпараттық жоспар дайындаңыздар. Бүгіннен бастап қазір сіздерден жерде журналистер күтіп алады. Мынау миллиондық әлеуметтік ресурстарға шығыңыздар. Мені алып шығыңыз, Айдосты алып шығыңыз, басқа азаматтарды алып шығыңыздар. Ертеңгі күні бұл құжат қоғамды екіге жаруға ықпал етпеу керек. Біз жауап береміз, депутаттар, осы заңға. Қоғамнан әлеуметтік желіде әңгіме болған кезде бізге сұрақ қойылады. Сіздер тиісті мемлекеттік органдар жауап беруші, қалтарыста қалады. Сен тимесең, мен тиме бадырақ көз деп. Сондықтан осы мәселеге өте жауапкершілікпен қарау керек. Бұл жаңа айтылып кетті ғой, президент Тоқаевтың бастамасымен Бішкекте көтерілген мәселе деп. Сондықтан бұл мәселеге сіздер өздеріңіздің тікелей басшыларыңыз президенттің тапсырмасы ретінде қабылдауларыңыз керек деп ойлаймын. Әлемдегі мынау күрделі геосаяси жағдайда қазір ядролық қару сыңғырлай бастады, салдырлай бастады. Осындай жағдайда сіздер, біз бәріміз
бақ арқылы, әлеуметтік ресурстар арқылы, блогосфера арқылы осы мәселені қоғамға түсіндіруіміз керек. Бұл аспаннан жай түскендей болатын қазір тақырып болады. Бізде онсыз да бұл тақырып өзі ушығып тұрған дүние болатын. Діттеп келгенде, орыс тілінің тағдырына Қазақстанның алаңдайтын жөні жоқ. Бірақ біз қайталап айтқым келеді. Бұл халықаралық қордың құрылуы Қазақстан үшін тіл мәселесі емес, сыртқа саясатқа қатысты өте маңызды мәселе болмақ. Қорыта келгенде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сыртқы дипломатиялық саясатына дес беріп, мен осы заңды сімді шықырлатып отырып қолдаймын. Қоғамда осылай түйсініп, бұл халықаралық қорға түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Бұл мынау қазіргі дүрілдеп, теңселіп, тербетіліп тұрған әлемде біз үшін басқа альтернатива жоқ қадам деп түсіну керек. Рахмет.